Құс десе көп адам кішкентай, есі жоқ, тек ұшады деп ойлайды. Бірақ ғылым керісінше кейбір құстардың ақыл-ой қабілеті тіпті маймылдармен теңесе алатынын дәлелдеді. Олардың ішінде қарға ерекше орын алады. Бүгін сіздерге әлемдегі ең ақылды құстар туралы айтамыз. Және неге қарға миы ғалымдарын әлі күнге дейін таңғалдырып жүргенін түсіндіреміз. Бұрын құс миы деген сөз ақымақтықтың символы еді. Алайда зерттеулер, мысалы Кембридж университеті 2017 жылы құстардың ми құрылымы өте тиімді екенін көрсетті. Миының салмағы кішкентай болса да, нейрон тығыздығы жоғары. Мысалы, қарға миында 1 сантиметр куб жерде 200 миллионға дейін нейрон бар. Бұл кейбір маймылдармен бірдей. Құстардың логикалық ойлану қабілеті, тіпті құралдарды пайдалана білуі ғылымды таңғалдырды. Қарға отбасы корвидаe деп аталады. Оған сойқа, сауысқан көк қарға да кіреді. Қарғаның ақылды екеніне дәлелденген нақты мысалдар, құралдарды қолданып таяқ, сым, темір июі, жолға жаңғақ қойып, көліктің дөңгелегі сындырып бергенін күтуі, адамның бет жадын тануы, күрделі жұмбақтардың шешуін жатқыза аламыз. Оған факт, Жапонияда қарғалар бағдаршамды пайдаланып жаңғақ шағатыны зерттелген. 2010 жылғы Вашингтон университетінің тәжірибесі бойынша зерттеушілер маска кигенде қарғалар бет-әлпетті танып, 2 жылдан сонда есіне түсіре алған. Қарға адамның дауысын да ажырата алады. Жақсы, жаман, қарым-қатынасты есте сақтап, ұрпақтарына жауды үйретеді. Сол сияқты ит те адамның бетін тани алады емес пе? Бірақ қарғалар өзіне тиіскен жауды келесі буынға жеткізе алады. Ол өзін ренжіткен адамды ұмытып қана қоймай, қауіп көзі ретінде санап, ұзақ уақыт бойы сақтанып жүреді. Ол өзіне зәбір көрсеткен адамға қарсы шабуыл жасауы мүмкін, немесе жақындаса үрке қашуы мүмкін. Ең қызығы, бұл реакция тек сол бір қарғада ғана емес, басқа қарғаларда да байқалады. Жас қарғалар үлкендеріне мінез құлқын бақылап, жаудың түр-сипатын үйренеді. Осылайша бір топтың бастан кешкені топ ішіндегі басқаларға, тіпті келесі ұрпаққа да таралады. Бұл ақпараттың ұрпақтан ұрпаққа берілетінін көрсетеді. Тоты құстар папугая тұқымдасына жататын ерекше қабілетті құстар. Көпшілік оларда тек сөзді қайталайтын құс ретінде танылса да, кейбір түрлері таным деңгейінде әлдеқайда жоғары. Олар тек дыбысты көшірмей, сөздің мағынасын түсініп қолдануы мүмкін. Бұл бағыттағы ең танымал құс Алекс есімді тоты құс. Ол тәжірибе барысында 150-ге жуық сөзді түсініп, 50-ге жуық сөзді ажыратқан. Ол тек қайталап қана қоймай, сұрақтарға жауап бере алған. Мысалы оған әртүрлі түстер мен пішіндер көрсетіліп, қандай түс, қандай зат деген сұрақтар қойылғанда, Алекс дұрыс жауап беріп отырған. Егер салыстыратын болсақ, адам сәби шамамен 2-3 жасында 200-300 сөз түсіне бастайды. Осындай деңгеймен салыстырғанда, тоты құстың 150 сөз түсінуі өте жоғары қабілет. Сауысқан қарғаның туысы корвидаe тобына жататын ерекше зерек құс. Бұл құстар тек әдемі көрінісімен ғана емес, жоғары танымдық қабілетімен де таңғалдырады. Сауысқан сана деңгейін дәлелдеген санаулы жануарлардың бірі. Ол әлемдегі сана деңгейін анықтайтын айнадағы бейнені тану тестінен сәтті өткен. Бұл тәжірибе кезінде сауысқан айнадағы бейнені басқа құс емес, өз екенін түсінген. Мұндай қабілет тек сана сезімі дамыған жануарларда ғана тән. Ғылымда бұл сынақтан тек адам, шимпанзе, дельфин, піл және сауысқан ғана өткені белгілі. Сонымен қатар сауысқан өзінің меншікті заттарын тығып сақтап, кейін оларды есте сақтап қайта табылады. Бұл тек жаттау емес, уақыт өте келе жоспарлау, болжау сияқты күрделі таным процестерінің белгісі. Құстар тек сайрап ұшатын тіршілік иелері ғана емес, жоғары танымдық қабілеті бар саналы жаратылыстар. Қарға, тоты құс, сауысқан сияқты құстардың есте сақтау, үйрену, өзін тану, тіпті кек сақтау қабілеттері олардың күрделі ойлау жүйесін дәлелдейді. Бұл ғылым үшін де, адамзат санасы үшін де маңызды жаңалық. Олардың әрекеті бізге бір маңызды сабақ береді. Ақыл көлемде емес, мазмұнда. Табиғаттағы әрбір тіршілік иелері біз білмейтін, бірақ бағалауға тұрарлық өзіндік даналығы бар. Сіз қалай ойлайсыз? Құстардың ақылы сені таңғалдырды ма?